Қайырлы күн болсын. Бүгін де осылай шай ішіп, әдем болып киініп алып, жұмысқа кетіп бара жатырмын. Бүгін күн өте қатты ыстық болатын сияқты, өйткені сағат уже 7-ден бастап бізде күн қатты ысый бастады. Сарыағашта 40 градусқа дейін баратын сияқты бүгін күн. Ауа райы өте ыстық, жұмысқа осылай күнмен жаяу жүріп барамын. Сосын жұмысқа барып келгеннен кейін осылай шайымызды ішіп, посудаларды реттеп тастайын дедім, жуып. Жұмысқа барған видеомды енді сіздерге түсіре алмадым, келесіде түсіріп көрсететін боламын. Осылай посуданың бәрін реттеп, жуып, тазалап, сосын біраз ұйықтап алайыншы дедім. Өйткені бүгін күн қатты ыстық болды, үйге шай іштік, далаға шай ішуге болмады. Мазамды қашты ма, бүгін басым қатты ауырғандықтан қой посудаларын жуып біраз ұйықтап алайын дедім. Кешкі тамаққа дейін осылай кешке тұрып, 5-те тұрып қарасам, морозилкамда осылай алхоры бар екен, алдымда қой әдемілеп мұздай компот жасап қояйыншы, тамақтан кейін рахаттанып ішеміз ғой дедім да. Осылай кастрюлькеге салып, суыны құйып, газге қойып кеттім. Осы қайнағанша тапчандарымды тазалап сыпырып алайын дедім. Өйткені күнде сыпырмасаң шаң болып кетеді тапчанымыз. Оның үстіне бүгін қатты жел тұрды далада. Жаңбыр жауа ма десек, жаңбыр да жаумай жатыр. Білмеймін, жаңбырды қатты сағынып жатырмыз. Өйткені ыстық болғандықтан барлық жақ шаң тозаң болып жатыр. Жел болып бәр жаққа мусорларды шашып тастапты бүгін. Осылай тазалап сүртіп ысырып алғаннан кейін тапчанға әдемілеп жай саламын. Кешкі тамақты біз осы тапчанды ішетін боламыз. Кешкі тамаққа мен маш көже жасап жатырмын. Өте дәмді қылып ыстық нанменен жеп аламыз. Сөйтіп барлығын ысырып, суларды шашып, реттеп келем дегенше уже менің қамырымда осылай ашып қалыпты. Қамырымды әдемі зуала етіп 20 минутқа тындырып қоямын. Сол кезде тынып әдемі болып қалады. Сөйтсем уже күріш салатын уақыт болып қалған екен. Осылай күріштерін салып, маш көжемді әдемілеп, дәмдерін, тұздарын көріп, кешкі тағамды дайын етіп қойдым. Ал кешкі тағам бізде осылай маш көже ас болсын бізге. Жалпы сіздерге қалай видео ұнап жатыр ма? Ұнап жатса лайк, комментарий жазып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, достар. Тағы да осындай видеолардан көп күнде түсіретін боламын.